Сәлеметсіңдер ме балалар? Көңіл күйлерің қалай? Сөйлеуді дамыту оқу қызметін бастаймыз. Балалар, менің даусын естіп тұрмыз? Жарайсыңдар, машина. Жарайсыңдар, тікұшақ. Кеме. Поезд. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы осы поезд, кеме, тікұшақ және машинамен байланысты. Бұлардың барлығын біз бір атаумен қалай атаймыз? Жарайсыңдар, көліктер. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көліктер және оның түрлері. Ұйымдастырылған оқу қызметінің мақсаты көлік түрлерін білу және оларды дыбыстары арқылы ажырату. Олай болса, балалар, көліктердің түрлерімен танысайық. Бұл қандай көлік? Жеңіл көлік, легковой автомобиль, К. Бұл қандай көлік? Автобус, бас. Бұл қандай көлік? Мотоцикл, motorbike. Бұл қандай көлік? Поезд, train. Бұл қандай көлік? Тікұшақ, вертолет, helicopter. Бұл қандай көлік? Ұшақ, самолет, plane. Бұл қандай көлік? Кеме, корабль, ship. Бұл қандай көлік? Қайық, лодка, boat. Бұл қандай көлік? Велосипед, bicycle. Бұл қандай көлік? Трактор, tractor. Бұл қандай көлік? Жылқы, лошадь, horse. Бұл қандай көлік? Түйе, верблюд, камель. Жарайсыңдар. Балалар, көліктер әуе көлігі, жер көлігі, су көлігі болып үш түрге бөлінеді. Қараңдаршы, мына көліктер дұрыс орналасқан ба? Дұрыс айтасыңдар, дұрыс орналаспаған. Кәне, олай болса, көліктерімізді өз орындарына орналастырайықшы. Ұшақ қайда орналасу керек? Ол қандай көлік? Жарайсыңдар, әуе көлігі. Кеме қайда орналасу керек? Су көлігі, машина, жер көлігі, қайық, су көлігі, автобус, жер көлігі, тікұшақ, әуе көлігі. Өте жақсы, жарайсыңдар. Бүгінгі оқу қызметінің мақсатына жеткен-жетпегендерді анықтау үшін мына қорытынды тапсырманы орындайық. Бұл тапсырмада 3 сөйлем берілген. Осы 3 сөйлемдегі түсіп қалған сөздерді орнына қойып айтуымыз керек. Әрбір дұрыс айтылған сөйлемге 2 пайдан беріледі. Бірінші сөйлем. Егер көлік жермен жүрсе, бұл қандай көлік? Оларға қандай көліктер жатады? Екінші сөйлем. Егер көлік сумен жүрсе, бұл қандай көлік? Оларға қандай көліктер жатады? Үшінші сөйлем. Егер көлік әуеде ұшса, бұл қандай көлік? Оларға қандай көліктер жатады? Енді балалар, сендердің жинаған ұпайларыңды есептейік. Мен 2 ұпай жинаған балаларды
мына смайликпен бағалағым келіп отыр. Ал 4 ұпай жинаған балаларды мынадай смайликпен бағалаймын. Ал егер 6 ұпай жинаған балалар болса, мынадай смайликпен бағалаймын. Осымен балалар, оқу қызметіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.